Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ди сынып оқушысы Алдыжаров Арсен Айдарұлы. Сіздерді ұлы отан соғысының жеңісіне 75 жыл толу мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Қазіргі таңда тәуелсіз елім бар, Қазақстан деген жерім бар. Ашық аспан, бейбітшілік өмірде өмір сүріп жатқанымыз біздің ата-апаларымызға мыңда бір рахмет. Осыған орай сіздерге өзінің атам туралы мәлімет беріп, ұмтыла басқан естеліктермен бөлісуді жөн санадым. Менің атам Алдыжаров Мұқат Исмаилұлы 25 мамыр 1942 жылы 37 жасында соғысқа аттанды. Ол өзінің жолын Смоленск қаласынан бастап Беларусь, Балтық жағалауынан азат етіп, 1945 жылы жеңісті Литва республикасына қарсы алған. Алдыжаров Мұқат 1-ші Балтық майданының 332-ші атқыштар дивизиясының 1119-ші атқыштар полкінде миномет расчетінің командирі болған. 30 сәуір 1943 жылы құрмет медаліне ие болды. Марапаттау парағынан үзінді. Қызыл армия солдатының 2-ші миномет ротасының минометшісі Алдыжаров Мұқат Велиш қаласының қорғауында қысқа уақыт ішінде өзінің көшпелі минометімен қарсыластарының 3 атыс нүктесін қиратып, 14 неміс солдаттары мен офицерлерін жойды. Минометті өте жақсы игеріп, минометтің материалдық бөлігін жақсы ұстаған. 21 қаңтар 1944 жылы Қызыл жұлдыз орденіне ие болды. Марапаттау парағынан үзінді. Қарсыластар қорғанысының бұзылуы кезінде 26 желтоқсан 1943 жылы біздің бөлмешелер траншеяға аттанғанда алдыңғы күштерін қалпына келтіргісі келген жау қарсы шабуылға көшті. Алдыжаров Мұқат өзінің пулеметін алға қарай шығарып, ашық атыста немістерді бастапқы орындарына шегіндірді. 27 қыркүйек 1944 жылы Отан соғысы орденіне ие болды. Марапаттау парағынан үзінді. 1944 жылы Латишки аймағында жау қарсы шабуылды бастады. Немістер бізге жақындады. Жарақат алған атқыштың орнын алған миномет командирі Алдыжаров Мұқат немістерге соққы берді. Біздің солдаттарды шабуылға өтіп немістерді тізе бүктірді. Атам соғыстан 1945 жылы аман есен оралып, 1963 жылы желтоқсан айында дүние салды. Осы күнде Алматы облысы Ашыбұлақ ауылында менің атама арнап көше атын берді. Атамның 7 баласынан 14 немере, 31 шөбере, 9 шөпшегі өсіп, өніп жатыр. Мен батыл да, батыр да кісінің ұрпағымын.